Бәріне сәлем. Осы видеода алтынды жылдам жинаудың тәсілін көрсетемін. Күндегідей заданиені орындап, күніне 60-70 алтын алып жүре беруге болады. Мінекей заданиелерім уже полный болыпты, өйткені орындаған жоқпын әлі. Қазір біраздан соң орындаймыз. Бірақ жаңа күніне 500 немесе одан да көп алтын жинағанға не жетсін? Ал енді уақытты көпке созбай осы тәсілді көрсетейін. Біз ең алдымен осы ангардағы бүкіл роботты бірінші уровендегі роботқа өзгертуіміз керек. Мінекей қазір өзгертеміз. Так, менде уже сатып алынған роботтар бар. Бірінші робот. Ойыннан шығып кетпесе болды, әйтеуір тупиттап. Что-то долго тұрып қалды ғой. Мінекей өзгерді, екінші робот. Так, екінші робот қайда? Мінекей үшінші робот. Үшінші робот. Сіздерде ангарда робот болмаса, мінекей шығып кетті, қайтадан кіреміз. Сіздерде ангарда бірінші уровендегі робот болмаса, именно осы дестройер ма, осы мен өзгертіп жатқан роботым болмаса, жаңа магазиннан сатып алыңыздар. Өте арзан тұрады. Зато каждый раунд, каждый ойын ойнаған сайын 10 алтыннан алып отырасыздар. Қазір бүкілін түсіндіремін. Бірінші алып алайық роботты. Так, мінекей. Және последний робот, 5-ші робот. Так, 5-ші роботқа өзгертеміз. Міне достар, бүкілін бірінші уровендегі осы неде оқылатын, дестрой ма, бірдеңе, короче. Енді көріп тұрсыздар ғой. Осы роботқа өзгертеміз. Бірінші уровендегі осы робот керек бізге. Қазір мен начать бой десем, біз осы новичоктардың серверіне түсеміз. Яғни біз новичоктарға және боттарға қарсы ойнаймыз. Осы сәтті пайдалана отырып, біз маяктарды көп жаулаймыз және қарсыластардың роботтарының көбісін жоюға тырысамыз. Осылайша осы екі маякты жинау және роботты құрту нәтижесі басқа қасымыздағы достарымызға қарағанда нәтижеміз жақсы болса, значит біз 10 алтын аламыз. Қазір ойынды бастайын, сосын түсінесіздер бүкілін. Так, мінекей загрузкамыз кетті. Мінекей достар, ойынымыз басталды. Кез келген роботты таңдасақ болады, өйткені бүкілі бірінші уровенде. Көріп отырғандарыңыздай, біздің командада новичоктар мен боттар. Так, мына оң жақтағы маякты алуға тырысайық, налар қоймаса. Странно, алдымызда біреу. Что-то без понятия не болып кетті вообще. Ойын тупиттап жатыр, походу, бар ғой достар. Осындай жағдай менде вообще кездеспепті. Бірінші рет кездесіп тұр, шыны керек. Сіздерде де осындай жағдай болса, комментарийге жазыңыздар. Менде просто бірінші рет осындай жағдай болып тұр. Түк түсінбедім, неден екенін. Так, мінекей. Алдымызда қарсыластың Кассак деген роботы секіріп шықты. Так, мына алдымыздағы маякты алуға тырысайық, бірақ роботтар что-то көбейіп кетті ғой, қарсылас роботтар. Бұл дегеніміз қиынға түседі, значит. Сонда да тырысайық, мұнда сол жақта Паттон деген робот атайын деп тұр. Мінекей менің досымды атып жатыр екен. Соны пайдалана отырып, мына маякты алуға тырысайық, достар. Так. Ой, бұл слишком жақындаса алып үлгермейміз. Сондықтан жақындатпауға тырысайық мына алдымыздағы роботты. Сондықтан итере тұрайық. Ой, тұрып қалдық, өкінішке орай.
Соған қарағанда мен өліп қалатын сияқтымын. Зарядка да аз қалды оның үстіне. Так, осында қиыншылықтар да болып тұрады. Что-то зарядка бермей жатыр ғой мынау. Мінекей. Так. Мына жақта бір қарсылас робот жүр ма деймін. Ата салайық. Өйткені маякты алып кетуі мүмкін біздің. Жарайды, что-то көп тұрып қалдық, одан да маяк алайық барып. Қазір ракетамыз жібере салайық. Да, мына жақта маякты алайын жатыр оны. Хитрый жопы өзі. Мінекей. Жаны аз екен. Сондықтан спокойно өлтіреміз. Спокойно көзін жоямыз. Не қашып бара жатыр уже. Бірақ өлтіріп үлгеремін деп ойлаймын, көзін жойып. Мінекей достар. Мәссаған, бізде бір-ақ маяк қалыпты ғой. Бүкілін қарсылас роботтар алып жатыр. Мінекей, мен екінші маякты алып жатырмын. Қазір осы маякты алып әрі қарай жылжимыз. Мына негізі осы робот бәле болды өзі. Осы роботтың көзін жою керек қой. Тағы роботтар көбейіп кетті слишком. Сонда да көрейік енді достар. Мына бәле болды, мына Кассак деген робот. Өзің аты да бір түрлі Кассак деп. Так, давай. Мінекей секіріп кетті, бізді атқылап жатыр жан-жақтан. Қиынға түседі ау деймін соған қарағанда. Ой, бұл вообще ғой. Жарайды достар, астыға түсе салайық, басқа амал жоқ енді. Слишком көбейіп кетті роботтар. Бүкілі мені атып жатыр. Что-то түсінбедім, төртеу біреуге вообще ғой енді достар. Жарайды деп ұтылмауға тырысайық. Көріп отырғандарыңыздай менің біз жақтағы маякты, жоқ біз дұрыс. Осы бос тұрған маякты алуға тырысайық енді. Оған дейін мұна қарсылас роботтарды атайық. Оң жағымдағыны алайын деп тұрмын, мен барып үлгермеймін сол жақтағы маякқа. Үлгерсем де что-то как-то жеңілеміз сондай жағдайда, сондықтан оң жақтағы маякқа бара салайын. Так. Мінекей. Өлтіре алат бекенбіз білмеймін. Өйткені екеуміздің да жизніміз бірдей. Еще мен ыңғайсыз күйде тұр менде. Қайта біздің командамыздағы достарымыз қарсыластың роботын, қарсыластың маягын алып жатыр. Так, осылай айналуға тура келеді енді. Мінекей алыстап кетті, сондықтан мына маякты біз алдық уже. Сондықтан кішкене жылжып, маякты алдыртып, қайттан өзіміз алуымызға болады. Егер жаны өте аз қалса, солай істеймін. Егер мен өлетіндей болсам, онда істемегенім дұрыс. Так, атпай қояйын, енді артқа қарай жылжиын. Осы маякты алсын не дегенмен, ой-бой. Жарайды достар, жылжиық әрі қарай. Жылжиын дегенше мына ракетамызды жіберіп отырайық. Ұялмай.
Так, мінекей. Жаңа өлген робот ау деймін. Менен жеңіп қалған. Жанымыз өте аз қалды, көріп отырғандарыңыздай. Сондықтан дұрыстап ойнау керек, достар. Өте аз қалды, өте аз қалды, өте. Мінекей достар, біз жеңдік, победа деп жазылып тұр. Окейді басайық. Көрейік счетымызды. Мінекей достар, 2 робот құртыппын. Урон 107.004 және 3 маяк алдым. 16 алдым. Награды. За боевое отличие первой степени, бұл жаңа роботтарды жою бойынша мен бірінші орындамын. За захват дейді, яғни маяктарды алғанымыз үшін 5 алтын және роботтарды біздің командадағы кісілерге қарағанда жақсы құртқаны үшін 5 алтын, яғни бүкілі 10 алтын болады. Мінекей бірінші орындамыз. Осылайша біз 10 алтыннан алып отырамыз. Мінекей. Осымен видео аяқталды. Бүкілін дұрыс түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және мұнда заданиені орындап тағы алтынды ала саласыздар. Көп ойнасақ күніне спокойно, яғни көп ойнасақ күніне 500 алтын алуға болады. Солайша 500-500-ден алып, 2 күнде 1000 алтын солай Ланселот деген роботты алмақшымын. Мінекей менде 4746. Мен жай-жайдан ойнап, сол 5000-ға өткізіп, 5000 алтын алып, сол Ланселот деген мына роботты алмақшымын, көрсетейін. Так. Сотқа кішкене тупиктеп жатыр. Мінекей осы роботты аламын. Сол кезде тағы бір видео түсіремін. Мықты робот сияқты алдында 3 защита бар. Не 3 бөлек көріп тұрғандарыңыздай. Сол кезде видеоға түсірем ғой. Сосын осы YouTube-қа лақтырамын, көресіздер сол кезде. Мінекей достар, енді алтынды тез жинаудың тәсілін көрдіңіздер. Спокойно енді алтынға робот сатып ала аласыздар. Не деймін енді? Жақсы, сау болыңыздар. Егер осы видео ұнаса, лайк басыңыздар. Тіркеліңіздер. Комментарийға жазыңыздар. ВК-дан дружба тастаңыздар. Жарайды достар, сау болыңдар. Давайте.